Kanye West қазіргі заманның ең даулы адамдарының бірі шығар. Біреулер үшін ол хип-хопты мәңгілік өзгерткен музыкалық гений болса, енді біреулер үшін айналадағы шындықпен байланысын толық жоғалтқан адам болып көрінеді. Бірақ ең қызығы, осы адамның екі жүзі оның бойында бір мезгілде, бір уақытта өмір сүріп тұрғандай болып тұр. Мүмкін дәл сондықтан да оның жеке өмірі мен өмірбаяны миллиондаған адамдарды 20 жылдан астам уақыт бойы қызықтырып келеді. Kanye жай ғана рэпер емес, тіпті жай ғана танымал адам да емес. Шын мәнінде ол өзінің өнер жолында қолы тиген кез келген нәрсені өзгерте алатын дәлелдеуге тырысқан адам. Ең таңғаларлығы, бір кезеңде оның қолынан бұл шынымен де келді. Бұл жолаушы, жол жүректілерге. Жалпы Kanye'нің өнер шығармашылығының жанкүйері болғаныма 20 жылдай уақыт болып қалды. Мүмкін сондықтан да Kanye'нің даму жолы маған жеке жақын шығар. Осы уақыт ішінде оған деген көзқарасым талай рет өзгерді. Кейде оған таң қалып, шабыттанған кездер болса, ал кейде керісінше оның айтқан сөздері мен жасаған әрекеттерінен алшақтағым келеді. Бірақ соған қарамастан оның музыкасы әрдайым жанымда болды. Бұл өте қызық сезім, себебі кейбір әртістер сенің өмірінің түрлі кезеңдерімен бірге жүргендей болады. Біреулер үшін Kanye интернеттегі кезекті танымал адам ғана болса, ал тұтас бір буын үшін оның альбомдары жай музыкадан әлдеқайда үлкен нәрсеге айналды. Бірақ мүмкін Kanye'дің жұлдызы оның анасы Donda West болмаса мүлде басқаша болар еді. Бұл көп адам назар аудармайтын, бірақ оның тұлғасын түсіну үшін өте маңызды бөлік болып саналады. Себебі дәл Donda кішкентай кезінен бастап Kanye'ге оның ерекше екенін және кез келген биіктікті бағындыра алатынын айтып өсірген адам болатын. Бұл аналық махаббат бола тұра, оның үстіне Kanye'нің талантына шынымен таза сезім болатын. Donda оның музыкаға, өнерге, шығармашылыққа деген қызығушылығын әрдайым қолдап отырды. Ең бастысы, оны қалыпты, қарапайым адам болуға мәжбүрлемеді. Керісінше өзгелерден кеңірек ойлануға мүмкіндік берді. Мүмкін дәл осы жерден Kanye'нің өзіне деген шексіз сенімі пайда болған шығар. Кейін бұл сенім оның ең үлкен күшімен қатар, ең үлкен проблемасына да айналды. Себебі Kanye кішкентайынан бастап әлемді өзгерте алатынына сеніп өсті. Ең қызығы, белгілі бір деңгейде ол расымен әлемді өзгерткен тұлғалардың арасына кірген сияқты. Қазіргі таңда Kanye'нің есімі көбінесе әлемге әйгілі жанжалдармен байланыстыратын байқаған шығармыз. Бірақ Kanye'нің шығармашылық жолы мүлдем басқаша басталғанын білуіміз қажет. 2000 жылдардың басында Kanye West өзін өте талантты продюсер ретінде көрсетіп, сол кездегі әлемге танымал Jay-Z және де көптеген осы жанрдағы ірі әртістерге музыка жазып, өз атағын шығарған болатын. Оның ерекше музыка стилі сол уақыттың өзінде ерекшеленетін. Гангста рэп үстемдік еткен кезде ол соул сэмплдермен жанрға мелодия және эмоция қосып, бірақ соған қарамастан рэпер ретінде оны ешкім байыппен қабылдамағанын білеміз. Үлкен мейджор лейблдер Kanye'ні рэп сахна үшін тым қарапайым кейіпкер ретінде қабылдаған болатын. Ол сол кездегі уақытқа тән типтік гангста рэперлер сияқты көшелер, қару немесе қылмыс жайлы айтпай, оның орнына өз қорқыныштары, отбасысы, діні және ішкі сезімдері жайлы ашық сөйлейтін рэп әртіс ретінде көрсетіп, бірақ мәселенің барлығы индустрия мұндай әртістің не үшін керек екенін түсінбегенде болар. Осыған қарамастан Kanye алға басып 2004 жылы оның музыка әлеміне маңызды The College Dropout альбомы жарыққа көреді. Дәл осы сәт рэп музыкасы әлемінде нағыз революцияның басталуының айқын белгісі болып, енді кез келген рэпер міндетті түрде қауіпті қылмыскердің образын жасау керек емес екені белгілі болды. Kanye қарапайым адам сияқты көрініп, адамдардың көңілінен шығып, сондықтан миллиондаған адам алғаш рет рэпердің бойынан өздерін көре бастайды. Келесі туындысы Late Registration. Kanye бір сәттік табыспен тоқтап қалмай, бір жылдан кейін өзінің шығармашылығының ішіндегі менің ең сүйікті альбомымды шығарады. Сол кезде The College Dropout кездейсоқ жетістік емес екені анық болады. Екінші альбомы әлде қайда ауқымды, ересек әрі амбициялы естілді. Музыкада оркестрлік аранжировкалар, күрделі композициялар және үлкен өнердің атмосферасы пайда болады. Kanye хип-хоптың рок немесе классикалық музыкадан кем емес екенін дәлелдегісі келгендей болады. Дәл сол кезеңде оны жай талантты продюсер немесе танымал рэпер емес, өзіндік көзқарасы бар нағыз автор ретінде қабылдай бастайды.
Оның үстіне Kanye музыканы өзгелер түсінбей тұрғанда да алға жылжытатын адам бейнесін өзімен толық қалыптастырады. Алайда оның ықпалының шынайы ауқымын адамдар кейінірек түсіне бастайды. 2008 жылы Kanye 808 Heartbreak альбомын шығарады. Басында бұл альбомды көп адам түсінбей, себебі Kanye классикалық рэптен алыстап, автотюнды белсенді қолдана бастайды. Және музыканы суық, меланхолиялық әрі өте жеке етіп шығарады. Сол уақытта бұл біртүрлі естіліп, бірақ бірнеше жылдан кейін қазіргі заманғы рэптің басым бөлігі дәл осы альбомнан бастау алғанын анық болады. Дрейк, Трэвис Скотт немесе Кид Кади сияқты әртістерге қарасаң, Kanye'нің жаңа буынға қаншалықты әсер еткенін байқауға болады. Шын мәнінде эмоционалды рэпке қаншалықты ықпал еткені қазірде байқалатын сөзсіз. Біртіндеп Kanye'нің танымалдығы мен табысы өсіп болған сайын, оның тұлғасы да өзгере бастайды. Ол жай музыкада ғана емес, барлық салада ең мықты болғысы келетін адамға біртіндеп айнала бастайды. Бұл әсіресе сән әлемінде қатты байқалатын болады. Мүмкін сіздер білмейтін шығарсыздар, бірақ дәл Kanye кроссовкаларды жаппай мәдениеттің маңызды бөлігіне айналдырған алғашқы музыканттардың бірі болды. Оның Easy бренді жаһандық феноменге айналды. Бір сәтте Kanye сән әлемінде музыкадан кем әсер етпейтін деңгейге жетті. Оның стилін миллиондаған адам көшіріп, ал жаңа аяқ киім модельдері дүкендерден бірден жоғалып кететін болады. Дәл осы жерде Kanye тарихының ең оғаш бөлігі басталады. Себебі оның ықпалы өскен сайын, ол өз ақыл-ойын бақылау сезімін жоғалтып бара жатқандай сезімде күшейе түсті. Kanye айналасындағы жанжалдар бұрыннан бар еді. 2009 жылы бүкіл әлем оның Taylor Swift сөйлеп жатқан кезде сахнаға жүгіріп шыққанын талқылады. Ол кезде мұны жай ғана танымал адамның оғаш әрекеті ретінде қабылдады. Бірақ уақыт өте мұндай жағдайлар жиілей бастайды. Kanye'нің сұхбаттары барған сайын бей-берекет бола түсті. Оның мәлімдемелері мен әрекеттері болжамға берілмей, күтпеген бола бастайды. Сонымен қатар ең үлкен мәселенің бірі Kanye'нің данышпандығы мен өзін-өзі жою арасындағы шекара іс жүзінде көрінбейтін болды. Бір жағынан Kanye индустрияға әсер ететін музыка жасауды жалғастырып, ал екінші жағынан үнемі жаңа жанжалдардың ортасында жүрді. Уақыт өте адамдар оның шығармашылығынан гөрі психологиялық жағдайын көбірек талқылай бастайды. Кейін Kanye өзі психикалық денсаулығы мәселелері жайлы көп айтып, бірақ интернеттің әлде адамдардың табиғаты сондай ма? Адамдар бір мезетте әрі таңғалып, әрі адамның құлдырауын шоу ретінде бақылап, мүмкін дәл осы жағдай Kanye'мен де болды. Уақыт өте оның сөздері радикалдырақ бола бастады. Кейін оның мансабын түбегейлі өзгерткен кезең келді. Ірі брендтермен онымен келісім шарттарын бұза бастады. Компаниялар одан алшақтап, кеше ғана әлемдегі ең ықпалды әртістердің бірі саналған адам бәрінен айырылып жатқандай көрінді. Бірақ ең қызығы осының барлығына қарамастан Kanye'нің ықпалы ешқайда жоғалып кетпей, керісінше күшейе түскендей болады. Бұл әсіресе қазіргі уақытта анық байқалады. Сол кезде индустрия одан бас тартқандай көрінсе де, ол музыкада үлкен жетістіктерді көрсетіп жатқанына ешкім ештеңе дей алмайтынына сөзсіз. Оның Ty Dolla Signмен бірге жасаған Vultures One альбомы Kanye'нің рэп мансабындағы өте ерекше кезең болды. Бір жағынан альбом жанжалдар мен сынмен қатар жүрсе, ал екінші жағынан ол бәрібір чарттардың шыңында шығып, Kanye'ге деген қызығушылықтың әлі де бар екенін дәлелдеді. Және де дәл қазір Bully альбомының айналасындағы болып жатқан нәрселер одан да қызық. Себебі Kanye тағы да өзін толығымен қайта ойлап тапқысы келетіндей әсер қалдырады. Қазіргі шыққан фрагменттерге қарасақ, Bully әлдеқайда қараңғы, агрессивті әрі жеке жобаға ұқсайды. Қанша жанжал болса да, қанша адам одан бет бұрса да, ол әлі де жаңа бір кезеңнің алдында тұрғандай сезім тудыра алады. Мүмкін сондықтан да менің оған деген қызығушылығым әлі күнге дейін жоғалған жоқ. Себебі барлық жанжалды тақырыптардың және оғаш әрекеттердің артында кезінде миллиондаған адамның музыкаға деген көзқарасын өзгерткен адам әлі де бар. Жақында мен өзім Kanye'нің Стамбулдағы концертіне барып келдім. Шынымды айтсам, бұл қарапайым концертке мүлдем ұқсамай, атмосфераға, жарыққа, визуалдарға және эмоцияға үлкен мән берілген масштабты арт-перформанс ретінде көрінді. Kanye сахнаға тек тректерін орындау үшін шығатын әртіс емес. Оның әр концерті бөлек бір әлем сияқты сезіледі. Кейде сән көрсетіліміне, кейде театр қойылымына, ал кейде тіпті діни рәсімге ұқсап кетеді.
Сол атмосфераның ішінде тұрған кезде адамдардың неге әлі күнге дейін Kanye айналасында жиналатынын жақсырақ түсінесің. Себебі барлық жанжалдарға қарамастан Kanye'де көп әртісте жоқ бір қасиеті бар. Ол қасиетті сөзбен түсіндіре алмайтын шығармын, бірақ ерекше бір қасиеті бар екені сөзсіз. Бұл жай ғана концерт емес, бұл нағыз өнер мен мәдениеттің сәті ретінде, осының бір бөлігі ретінде сезініп тұрғандай боласың. Мүмкін Kanye West феноменінің мәні де осында шығар. Соңғы жылдары не болса да оның музыкасы адамдарды әлі де біріктіріп келеді. Және бәлкім Kanye тарихында мәңгі қалатын жалғыз нәрсе музыка шығар. Себебі өнер әлемінде мұндай адамдар өте сирек кездесіп, бір уақытта шабыттандырып, ашуландыратын және ойын ережелерін мәңгі өзгертетін адамдар. Қаласаң да, қаламасаң да, Kanye West әлдеқашан жай әртіс емес, қазіргі мәдениеттің жеке феноменіне айналғанына сөзсіз.